Видео басталмай тұрып осы ойынды ойнап кетіңіздер. Бұл ойын қызықты ойын, және де бұл ойында біз әр нәрсе істей аласыздар. Мысалы, граната лақтырасыз. Мен қазір гранатаны лақтыра алмаймын, өйткені гранатаны бәрін бітіріп тұрған. Осы ойында біз мысалы осындай бір гүл тұрады. Біз осы сияқты 10 секунд тұрамыз да 10 секунд бітеді, сөйтіп астына осы жақта бір орындықтар тұрады. Орындыққа бүйтіп атып не істейсіздер. Егер де ол емес болса, хпңыз кетеді. Ал мынау егер де басқа біреу наште болса, бүйтіп атсаңыз, ол соны атып өлтіру керек сіздер. Осы ойынға өтініш кіріп кетіп ойнаңыздаршы. Ол ойында қазір 10 миллион адам бар. Хотя бір 13 миллион адамға жеткізіп тастайық. Кеттік. Сәлем достар, сіздердің монстан еді. Бүгін біз дейтін Рустам Про кедет. Бүгін біз дейтін топ 10 өзіме ұнайтын ойындарды айтатын боламыз. Кеттік. Әрине бірінші ойын бізде бірінші орынға мен Майнкрафтты қоям. Майнкрафт өте қызықты, және де Skywars бәрі бар. Bedwars та бар. Бұл жерде біз достарымызбен де ойнауға болады. Бұл жерде біз роликта біздің мақсатымыз выживанияда бізде үй салып бәрін істей аласыздар. Бұл жерде бұл балдарға да пайдалы, бірақ кейбір кезде ол түнге қарай ойнаған кезде, бірақ ол қауіпті, және де ол 3 рет шапалақта, және де секіріп кет деген сондай не бар. Ол өтірік па, шын ба білмейміз. Ал біз екінші орындағы ойынға кеттік. Екінші ойында біз Block Strike, бұл ойында біз зомби, және де тағы да басқа бір нелерді ойнауға болады. Карталарды өтіп, атысуға да болады. Бұл жерде бәрі бар. Ойнауға да болады. Бұл жерде оружияларды ауыстыруға болады, және де ойнап отқан кезде күшті жағдайда боласыз. Ал біз кейсінеге кеттік. Ал үшінші орында бізде Hide онлайн. Бұл ойында біз осы жаңағы видеоның басындағыда айтып кеткем. Ал біз төртінші орындағы ойынға кеттік. Төртінші ойында бізде бесінші ойын ба, білмей шатасып кеттім. Бұл ойында бізде обновление қосылды, Brawl Stars. Бұл ойында мен өте қатты жақсы көремді. Осы ойында сіз атысып, және де столкновен солардың бәрін ойнап не істей аласыздар. Кейбіреу бұл ойын өзі қазір бұл ойында 10 миллион адам ойнайды. Так что бұны біз 13 миллионға жеткізіп тастайық. Кеттік. Алтыншы орында бізде Happy Wheels. Бұл ойында біз әртүрлі заттарды, карта, мынау соның бәрін істеуге болады. Бұл жерде біз велосипедпен, және де скутермен, осындай немен, және де аташкамен ойнауға да болады. Осылармен ойнасаңыздар, осы ойынды қызық болып кетеді. Ал біз келесі ойынға кеттік. Жетінші ойын бізде Roblox. Бұл Roblox. Бұл жерде біз әртүрлі ойындар, әртүрлі түрмеден қашу, және де киім ауыстырасыздар, және де бұл жерде біз әртүрлі нелерді ойнай аламыз. Осы нелерде карталарды ойнай аламыз. Бұл жерде жаңадан бір карта шықты, оның аты Five Freddy шықты. Осы неде так что кіріп ойнаймыз. Біз сегізінші ойынға кеттік. Five Freddy'дің FNAF 4, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 5 солар маған қатты ұнайды. Әрине қатты ұнайды маған олардың нелері. Маған ұнаған соншалықты қатты ұнайды. Біз келесі ойынға кеттік. Ең последний ойын бұл бізде Tales of Adam Rise.
Бұл ойын бізде домбалақты не төртбұрыштағы тигізіп не істеу үсті өлең шығады. Осы ойынды жазып алыңыздар. Боште 1 миллион адам ғана ойнайды. Кешірім сұраймын, жаңа біреу келіп қалды. Осы ойында домбалақты тигізіп 1 миллион адам ғана ойнайды. Короче, 10 миллион адам ойнайтындай есептеңіздер, осы ойынды тартыңыздар. Осы ойын бізге ең қатты ұнаған ол әрине Майнкрафт. Осының ішіндегі қайсы сізге ұнады, соны комментарияға жазып, лайк басып, колокольчикті басып, бізге колокольчиктеріңізді басқаныңыз ол бізге мотивация жасырады. Ол сіздерге қиын емес, үшін басасыздар. Ал сіздер бізге лайк басып тұрасыздар, ал біз күшті видео түсіруге тырысамыз. Ал сіздермен болған ұрыстан келеді. Сау болыңыз.